Қайырлы таң. Бүгін сіздің күніңіз өте белсенді болады. Өйткені сіз барабанның дыбысын естіп тұрсыз. Бұл дыбыс сіздің денеңізді дайындайды қимылға. Сезініп көріңізші. Сіздің әрбір денеңіздегі клеткаларыңыз ояна бастағанын. Осы белсенді дыбыспен әрине. Сіздің денеңіз белсенді болуға жаралған. Қимыл ол өмір. Өзіңізге қағида ретінде белгілеңіз. Өзіңізге деген махаббат формуласы ретінде күнделікті белсенді болуды таңдаңыз. Ең маңыздысы сіздің белсенділігіңіз дәл қазіргі сәттен басталады. Мұна естіп тұрған дыбысқа қарай қимылдаңыз. Осы арқылы сіз оянасыз. Сіз үшін жағымды түрде әрине оянасыз. Сіз өзіңізге қажетті қимылмен, белсенділікпен оянуды бастайсыз. Маңызды емес. Спортпен, фитнеспен айналысасыз ба, жоқ па? Жай ғана серуендейсіз бе? Таза ауада өзіңізді қимыл арқылы жақсы көруді үйреніңіз. Өйткені өміріңіздің энергиясы қимылда. Қимылдау арқылы сіз денеңіздің саулығын және рухани тұрғыдағы саулығын жоғарылатасыз. Дәл қазір асықпай терең демалып шығарыңыз. Ал енді зейініңізді аяқтарыңыздың басына бағыттаңыз. Оларды аздап қимылдатып көріңіз. Ал енді оларды төменге, жоғарыға қарай қимылдатыңыз. Қимылдатыңыз. Ал енді төменге, ал енді алға, артқа, тағы да алға, артқа. Ал енді солға, оңға, тағы да солға, оңға қарай. Ал енді бөксеңізді қимылдатуды бастаңыз. Әуенге қарай қимылдатыңыз. Денеңіздің әрбір клеткасын ояту үшін. Белсенді қимылдатыңыз, тағы да айтамын. Және кербездене әдемілеп қимылдаңыз. Сіз төсекте жатырсыз, ұмытпаңыз. Сізді ешкім көріп тұрған жоқ. Өйткені бұл сіздің денсаулығыңызға пайдалы. Ал енді ішіңізбен кербездене қимылдаңыз. Беліңізді, бөксеңізді қимылдатыңыз. Бөксеңізді оңға, солға, әрі қарай қимылдатыңыз. Әуенге қарай. Ішкі құрылыстарыңызды ояту үшін. Ал енді жоғары қарай қимылдайық. Қолдарыңыз бен иықтарыңызға мән беріңіз. Оларды да қимылға қосыңыз. Өте белсенді түрде кербездене қимылдаңыз, тағы да айтамын. Өміріңіздің биін билеп жатқандай қимылдаңыз. Денеңіздің қимылынан әсер алып, рахаттаныңыз. Терең дем алып шығарыңыз. Дәл қазір асықпай музыка төмендейді. Әрі қарай музыка аяқталады. Бірақ бұл әуен сіздің денеңізде жатталып қалады. Бүгін күннің ішінде осы қимылдарды қайталаңыз. Әр таңда сізде жаттығу жасауға мүмкіндік бар. Бұл 2 сағаттап спорт залда, фитнесте емес, немесе жүгіру емес. Бұл жай ғана төсектен тұра оңай жаттығу жасау. Осы арқылы денеңізді және өзіңізді оятасыз. Өтінемін, жаттығудан бас тартпаңыз.
орындаңыз. Дәл қазір жасаңызшы. Көресіз өміріңіздің сапасы өзгеретінін. Осы арқылы ерекше күшке, энергияға, керемет көңіл күйге ие боласыз. 5 минут, сондай аз, және өте оңай жаттығу жасау. Бұл сіздің өз-өзіңізге деген сенімділігіңізді артады. Асықпай деміңізді алыңыз, асықпай шығарыңыз. Ояныңыз. Сіз білесіз, дәл қазір төсектен тұрғаннан бастап не істейтініңізді. Денеңізге деген махаббат, ол әрдайым бар. Тек соны сыйлаңызшы қимыл арқылы. Ал дәл қазір қимыл арқылы, белсенділік арқылы, барабанның дыбысы арқылы сізді оятқан мен Жанар Смайыл. Бірге қимылдайық. Денеміздің сау болуы сізге және маған байланысты. Күніңіз сәттілікке және махаббатқа толы болсын. Ертең таңертең кездескенше.